Сәлем, балалар. Қалдарың қалай? Балалар, мына үйдің айналасындағы көгалдағы шөптердің ішінде бір нәрсе жыбырлап жүрген сияқты. Байқап тұрсыңдар ма? Қараңдаршы, бірдеме жыбырлап тұрған сияқты. Ой, мысық екен ғой. Сүйкімді өзі мысық, балалар? Сендер мысықты жақсы көресіңдер ғой? Ендеше балалар, менімен бірге мысықты пішіндерден, үш бұрыш пішіндерден қалай құрастыруға болатынын үйренгілерің келе ме? Ендеше балалар, мұқият қараймыз. Мынау біздің құрастыратын мысығымыздың бейнесі. Қараңдаршы. Ең бірінші мысықтың құлағын, тікірейген екі құлағын көк түсті үшбұрыштарды біріктіру арқылы құрастырамыз. Құлағынан кейін біз бет бейнесін жасауға кірісеміз. Бетін балалар сары түсті үшбұрыштардан жасаймыз. Аузы қызғылт түсті үшбұрыш. Міне қараңдаршы балалар, мысықтың басы да дайын болды, беті көп бұрыш. Енді мысықтың мойыны. Мойынын екі үшбұрыштан ромб арқылы жасадық. Одан кейін денесіне көшеміз. Денесіне мысықтың балалар жасыл түсті үшбұрыштарды және оған қызыл түсті үшбұрыштарды қарама-қарсы орналастырамыз. Мінекей балалар, қараңдаршы. Қызғылт сары түсті үшбұрыштарды да қолдану арқылы денесін біз толықтадық. Бізде денесі пайда болды. Жарайсыңдар балалар. Енді құйрығына көшеміз. Құйрығын балалар ашық қызыл түсті үшбұрыштарды және жасыл, көк, сары үшбұрыштарды қолдану арқылы құйрығы ұзын болады ғой мысықтың балалар, ұзын құйрық жасаймыз. Және ол үлпілдек болады құйрығы. Мінекей, мысықтың құйрығы да дайын болды. Енді екі аяғы. Алдыңғы аяқтарын балалар қызыл түсті үшбұрыштарды қолдану арқылы жасаймыз, ал артқы аяғын қызғылт түспен. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, осы құрастырған мысығымыз туралы әдемі бір өлең жолын жаттап алайық. Ол үшін бізге мына суреттер көмектесетін болады. Бірінші, мысық не істеп жатыр? Мысық беті қолын жуып жатыр. Ал мысықтар қалай жуынады, білесіңдер ме? Мысықтар тілімен қолдарын, басын, денесін жалау арқылы жуынады екен. Ал олардың адамға пайдасы тышқандарды үйден қуып шығады екен. Ал олар үйде жүру үшін мысық қандай болу керек? Таза болу керек. Біз мысықтың денесін щетка арқылы тазартып, жуындырып, жүндерін тарап отырамыз. Тазалықты мысық сақтайды. Ал осылай тазалықты сақтайтын, тышқандарды қуатын, беті қолын жуатын мысықты кім мақтайды? Апамыз мақтайды екен. Ендеше балалар, менімен бірге өлең жолын жаттап алуды ұсынамын. Ал кеттік, бірінші суретке қараймыз. Міне. Беті қолын жуады, тышқандарды қуады, тазалықты сақтайды, апам оны мақтайды. Көрдіңдер ме балалар? 4 суреттен біз бір өлең жолын шығардық. Кәне тағы да бірге айтып көрейік. Беті қолын жуады, тышқандарды қуады, тазалықты сақтайды, апам оны мақтайды. Жарайсыңдар балалар. Енді бірнеше рет осы суретке қарай отырып қайталасаңдар, өлең жолын тез арада жаттап алатын боласыңдар. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы.